Қызылорда облысында мектепке дейінгі білім беру саласына жүйелі бақылау мен қатаң талаптар енгізілуде. Жекеменшік балабақшаларда орын алған келеңсіз жағдайлардан кейін жоспарлы мониторинг жүргізіліп, бірқатар кемшіліктер анықталды. Нәтижесінде талапқа сай келмейтін 94 балабақшаның мемлекеттік тапсырысы тоқтатылған. Мектепке дейінгі білім беру баланың өмірлік бағытын қалыптастыратын ең маңызды кезеңдердің бірі. Қазіргі уақытта облыс бойынша 676 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді. Оның ішінде 464-ті жекеменшік балабақша. Бірақ өкінішке орай осы жекеменшік ұйымдардың 389-ы ыңғайластырылған, яғни бұрынғы тұрғын үйлерде, коттедждерде, тіпті ескі монша ғимараттарында орналасқан. Жүргізілген мониторинг барысында көптеген кемшіліктер анықталды. Қызметкерлердің медициналық кітапшасында қызметкердің фотосы мен мекемемен мөрі басылмаған, кітапша бірдей шаблонда әзірленгені байқалды. Басым көпшілігінің жұмысқа рұқсат беру мерзімі өтіп кеткен, балалардың денсаулық паспорттары жинақталмаған. Асханасы талапқа сәйкес емес. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің 21 ақпан 2022 жылғы нөмірі 55 сәйкес өрт қауіпсіздік құжаттары жоқ. Террористік осал объект ретінде құжат немесе күзет агенттігінің келісімшартқа отырмаған, ерекше білім беру қажеттіліктер балаларға арналып қолжетімді орта ұйымдастырылмаған, медициналық кабинетке лицензия алынғанмен талаптарын орындамаған медициналық кабинетте меңгеруші әдіскер кабинеттері бірге кіріктіріп жіберген. Қазіргі уақытта облыс бойынша 1600-ден астам бос орын бар. Қағида талаптарына сай жұмыс істеп отырған балабақшаларға балалар қайта бағытталады. 2023 жылдан бастап барлық балабақшаларда Face ID жүйесі енгізілген. Соның нәтижесінде балалардың келу-келмеу дерегі автоматты тіркеліп, артық қаржы төлеу мәселесі шешімін тапқан. 2023-2025 жылдары бюджеттен үнемделген қаражат көлемі 14 миллиард теңге. Одан кейін жекеменшік балабақшалар көп жағдайда балаларды еңбекке жарамсыз уақытына жіберуге немесе еңбек демалысына жіберу әдеттеріне машықтанған. Бірақ қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласымен жасалған өзектендіру нәтижесінде еңбекке жарамсыз парағына, яғни больничный шыққан балалар туралы ата-аналардан анықтама талап етпей-ақ базадан көруге мүмкіндік берілді. Бұл дегеніміз жалған анықтама жасаушылардың жолы кесілді деген сөз. Балабақша ашу бұл жай ғана кәсіп емес, ұрпақ тәрбиесіне қосылған үлес. Сондықтан кәсіпкерлер әр қадамына жауапты болғаны жөн. Біз бала құқықтары жөніндегі уәкіл ретінде ата-аналармен, тиісті мекемелермен бірлесіп жұмыс істеуді жалғастырамыз дейді жауаптылар. Назерке Бекежан, Еділ Шыңғыс, Алатау ақпараты.